университетінің зерттеушілері 85 жылдан астам уақыт бойы жүздеген отбасыны бақылап, әпкелі-сіңлілер стресске аз түседі деген қорытындыға келіпті. Сіңілімнің немесе әпкенің болуы адамға басқа кез келген туыстық қатынастан да күшті әсер етеді екен. Әпкелі-сіңлілерде стресс гормондары аз болады. Басқа адамдарға қарағанда оларда кортизол деңгейі орта есеппен 15-20% төмен болады. Тіпті олар әр қалада тұрса да бір-бірінің миына сенім беріп әсер ете алады. Жүйке жүйелерін реттей алады. Ми шаршағанда тіпті 5 минут сөйлесулері де жеңілдік сыйлайды. Олар бір-бірінің мәселесін шешпеуі де мүмкін, бірақ қамқорлық, қауіпсіздік сезімдерін сыйлай алады. Эмоционалды интеллект жақсы болады. Әпкелі-сіңлілер басқалардан гөрі энергияны жақсы түсінеді. Бөтен адамдармен тез тіл табысады және конфликтіні дұрыс шешеді екен. Өйткені олар ерте жастан келісуді, жақсы көруді үйренеді. Өмір сүру жасы ұзарады. Ғалымдар әпкелі-сіңлілердің тұрақты байланысы өмірді шамамен 10 жылға ұзартуы мүмкін дейді. Себебі стресс азаяды, ағза тез қалпына келеді, иммунитет, жүрек жұмысы жақсарады.